бөлісу, бір-бірімізге кеңес беру деген нәрседе қалып бара жатырмыз. Шынымен жақтырмай отырған кездерім де болатын мен. Жалпы актерға 4 жыл оқу қажет жоқ. Мына кісінің мына кішкентай мынандай бір осы рөл үшін мен халық әртісін берер едім дейді. Ішкі жүрек лүпілдеріңіз сәйкес келді ма? Адам айтып түсіндіре алмайтын нәрсе бұл. Америка сатып алады. Пәленбай миллионға. Онда бүкіл дүниеден біз айырылатын шығармыз. Біздің өн түр, біздің әдеп түр, біздің ғибрат түр, біздің тарих түр. Біздің болашағымызға балта шауып жатыр. Қай басқаны қайден сіздің жанарыңызға жақсы үйірілетін секілді болып көрінеді ғой. Көбінесе бейталанттар өмірде былай ойнағанды жақсы біледі. Қаныш ағамыздың еңбегін білеміз ғой, жүзі түк білмейді екенбіз. Олар амалсыздан барды ғой сондай әрекетке, шарасыздан барды ғой. Құлағыма жақпай қалады. Әділетсіздік емес пе? Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайын, құрметті көрермен. Әрине, дүниенің тірлігі еш уақытта біткен емес, бітпейді де. Толасы тіршіліктің қайнар көзі өнермен, білімнен, рухани нәрден бастау болмаса, онда адамның адам болмағы қиын іс. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Ендеше қазақ әлемі сыр сұхбат алаңының кезекті кейіпкері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, кино, театр және кино майталманы, актер, менің өзімнің аяулы ағам Жұмағали Махан. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Жұмаға, сізбен біздің тілеулес әріптес, ниеттес болғанымызға да біраз жылдың төңірегі болды. Әрине осы биіктен алып қараған кезде көп дүниенің көлеңкесіне қалып жатқан қоғамдық істерде де болсын, отбасылық істерде де болсын, баянды баянсыз дүние бір-бірімен уақыт таластырып үлгеріп жатады әйтеуір бір межеге жету үшін. Жеке шығармашылығыңызда өткен күн мен бүгінгі салыстырған кезде ненің озғанын, ненің тозғанын байқайсыз? Енді бұл күрделі сұрақ. Енді өткен мен бүгінді салыстыруға менде шынын айтса, кейде аузым бармайды. Өткен себебі әр кезеңнің өзінің бір ағымы, өзінің бір тақырыбы, әр кезеңнің өзінің бір құқайы дейді ғой, қазақша айтқан кезде. Әр бөлек қой, сондықтан енді мен салыстырмалы түрде бүгінгі күнге қарасам, әрине бұрынғыдай жас кезімдегідей қазір мен енді толыққанды жұмыс істеп жатырмын деп айта алмаймын. Ол енді өмірдің заңдылығы деп ойлаймын, өткен себебіне әр нәрсе өзінің уақытымен. Бірақ әр уақыттың өзінің бір жақсылығы бар, өзінің бір кемелдігі бар дейміз ба. Бір кездері жас кезімізде мысалы үшін тыным таппай тыпырлап жұмыс істеп жүрген кезімізде бір нәрсені осы бір нәрсені тыңдарса екен деп жүріп біраз шаруа істеген шығармыз, бірақ ол кездері көңіліміз толған жоқ. Шынын айтса. Біз қашан бір кемелге жетеміз дедік па, сондай бір армандадық. Алдымыздағы ағаларға бой түзеп, шіркін-ай, мына ағам сияқты ең болмаса бір кетек бір нәрсе жасап кете алмадым ба деп соған ұмтылдық. Ал енді бүгінгі күні қарасақ, мүлдем сол нәрсеге біз жете алмаған сияқты ма, көңілің шоқты адамның көңілі толмайды деп ойлаймын негізі. Дала дарындарының ішінде данышпаны да, егейі де, ері де болады. Бірақ оның ішіне ез араласпаса, оны екеуінің ара жігі, парқа айшықталып анықталынбайды. Сіздердің алдыңғы аға толқын егі жақсылар, өнерді сүрлеуін салған егі майталмандардың барлығы бүгінгі күнде көз өткенмен ізі қалды. Қай қайсысын атын атап түсіністеген кезде бір дәуірдің толық шежіресі көз алдыңызға келе қалады. Бір Бикен апамның, бір Сабир апамның өзі, не болмаса анау үлкен егі жақсылардың барлығы. Енді айтыңызшы аға, сіз сол алғаш театрға қабылдаған күннен бастап осы кезге дейін өзіңіздің атыңызды Жұмағали Махан деп анықтап айшықтай алған адамсыз менің түсінігімде. Осы дәрежеге жету кімнің ықыласы, кімнің ниетінен пайда болды? Өзіңіздің ішкі пиғылыңыз ғой бәрі жетелеген. Келіп кетіңізші осы сұраққа жауапты. Ауқымды сұрақ, мен бірақ енді қысқа тұжырымды жауап беруге тырысайын. Енді әрине бәрімізде жас кезімізде, бала кезімізде бір нәрсені армандадық қой енді. Әркім өзі еліктейді, бір өзінің икеміне байланысты дейміз ба. Сол мен енді жасөспірім осы бозбала кезімнен бастап осы актерлық өнерге құштар бола бастадым. Содан әйтеуір ол енді мен таза
сенімді болғанда жоқ шығармын, өйткені актер боламын деп. Бірақ әйтеуір бір құштарлық болды. Сол арман жетелеп Алматыға алып келді. Одан кейін енді біз енді актерлардың осы институтты бітіргеннен кейін әрқайсысының әртүрлі тағдыры болады. Мысалы үшін мен осы әуезов театрында қала қаламау деген ой болған жоқ, шын айтса. Шұйықтасам түсіме кірмеген нәрсе. Алла себебін салып, сол мен институтты бітіретін жылы Әзірбайжан ағамыз Мәмбетов Шыңғыс Айтматовтың ақ кемесін қоятын болып, міне сол нәрсе себеп болды дағы. Баланың рөліне актер іздеген. Сол сәтте Шолпан апай да сол недегі кейіпкері кемпірдің рөлін ойнау керек болған. Сол кісі институтқа келіп маған айтты: Әзірбайжан Мәдиевич, баланың рөліне актер іздеп жатыр. Сен енді келіп тұр ғой, бүкіл бойың да шама шарқың деген сияқты. Сен ана баланың рөлін дайындал де. Сонымен дайындалдым. Сонымен бір аптадан кейін Әзекең алып келді. Содан Әзекең мені көрді дағы. Сол рөлді маған сеніп берді. Міне сол арқасында мен әуезов театрында қалдым. Мен әуезов театрында қалмасам, мен қайда жүретін едім? Қай облыста? Ол жерде облыста небір керемет актерлар бар. Ол кісілердің көбісі көріне бермейді, шын айтып керек. Тұншығып жатқан дейді болады. Әрине. Аудан облыс орталығында театрдан кім қалай көрінеді? Бір мына әуезов театрының өзінде актер популярный болуы мүмкін емес. Танымал болуы мүмкін емес. Өйткені себебі кино болмаса, теледидар болмаса, актердің танымалдылық болуы неғайбыл нәрсе. Сондықтан мен айтайын дегенім, сол нәрсеге көп себеп болған. Мені бірден бір жаңағы Шолпан апай мені алып келді деп отырмын ғой Әзекеңнің алдына. Сол Әзекең маған сол рөлді сеніп тапсырғандығы, менімен жұмыс істеп, мені иілеп, 4 жыл бойы ала алмаған нәрсемді, түсінбеген нәрсемді түсіндіріп, сол бір спектакльдің бойында бас аяғы бір 2-3 айдың ішінде үлкен мектептен өттім. Әзекеңнің илеуінен өтті. Бұрын біз институт қабырғасында бір спектакльді 2 жыл, 3 жыл дайындайтын нәрсені Әзекең алып мыжғылап 3 айдың ішінде 3 айға жеткізген жоқ. Сахнада әбден былай да көрді, сөйтіп не керек? Өзі илеп, өзіне керек нәрсесін менен жасап алды. Мен сол Әзекеңнің қолынан бірден келе салып, сол Әзекеңнің қолынан өткеніме мен қуанамын. Өткен себебі Әзекең маған өмір бойыма маған азық беріп кетті. Негізінде айтады, жалпы сондай түсінік бар. Солай деп те ойлаймын өзімде. Әсіресе рөлдің ішінде баланың рөлін ойнау өте қиын. Өйткені баланың психологиясын жеткізу өте қиын. Өткен себебі Әзекеңнің айтқанында тағы да түсіндіре отыр. Сол кісінің айтқанын мен айтайын. Мен ала алмай жатқан кезімде баланың бір сәтте мың құбылатын мінезін көрсетуді Әзекең қалай маған түсіндіргенін айтайын. Бір күні айтады түсіндірген кезде. Анау естеріңізде болса, Ақкеме повесінде шал немересіне бүкіл біздің өздерінің тарихын айтып, біз анау Енесайдың бойынан келгенбіз. Біз бұғанаға табынамыз. Өткен себебі бұғана деген бізге бесік алып кеп береді деп баланың бүкіл ертегісімен бүкіл ертегі әлеміне енгізіп жіберген ғой. Бала есейіп кеткен. Былай қарасаң бір несінде. Сол шалдың сөзін айтады. Шал сияқты ой толғайды. Одан кейін жаңағы бұғананың бесік әкеп беретініне сенеді деген сияқты. Сонда жаңағы соны айтқысы келгенде Әзекең маған айтады: сен маған баланы ойнама, маған сен шалды ойна дейді. Бұл шал ғой дейді. Өйткені шал сияқты сөйлейді. Шал сияқты жүреді. Өйткені көрген баққаны сол шал. Таудың ішінде қызы әкеп тастап кеткен бала ғой. Сонда бір күні мен жаңағы өзімше шал дегенге қайдан білейін? Өзімше шал сияқты болып сөйлей бастадым ғой. Мынау не істеп тұрсың маған? Не істеп тұрсың?
бұл бала емес пе дейді. Түк түсінбей тұр, не істеу керек сонда деп деген сияқты. Соны Әзекең айтқаны бұл бала ғой дейді. Бала деген сынап сияқты бір орында тұрмайды, ол мың құбылып тұрады, ол қазір ғана жылай салады. Жылай салысымен оны ұмытады да бірден бір құмырсқаны көрсе соның соңынан кетеді. Одан бұзаудың кірді шайнап атқанын көрді ма, бұзауға жүгіреді да, одан кейін бұрақтаны бір нәрсе ненің кеменің дауысын естісе қалса дүрбіге жүгіреді, дүрбін алады да былай. Сол сияқты ол қозғалмайтын бір тағатсыз бір қозғалыс, ол бір орында тұрмайтын сынап деген сияқты. Әзекең маған баланың психологиясын қатты түсіндірді. Соны талап етті. Осы нәрсе маған әлі күнге дейін сол азық. Мен сізді алғаш көрген күнімнен бастап енді біз ол спектакльдің куәгері бола алмадық, десе де үнтаспаға жазылған шығар деп есептеймін өз басым. Мына бес бойдаққа бір тойдағы Тынымбай Нұрмағамбетовтің сол кездегі анау шалдың баласының ойнағандағы образыңыз да көз алдымызға күні көрген қызықты да сүйкімді образ. Мен алғаш театрға орналасқан кезде қызметкер ретінде сізді көрген кезде мен сол бала кейіптегі Жұмағали ағаны көрем деп ойладым. Бір уақытта лифттен шығып қалған кезде егіне сақал қондырған мұртты едәуір толысқан кісіні көрген кезде таң қалдым. Сондағы ойлағаным, адамның кейде ой санауына, көрерменнің санасында сол бір көрген дүниесі мәңгілік естелік болып жадында қалып қояды екен. Әзір сол үндестікпен салыстырған кезде толысқан Жұмағали ағаның өмір тәжірибесі өткен күнімен ерекшелеген кезде өзінен кейінгі ізбасарларына қандай үлгі көрсетеді, нені үнемі дағдыға айналдырып, әдет ретінде соны осы балалар істесе екен деген ізгі арманыңыз, ішкі тілегіңіз бар шығар. Енді ондай ой әркімнің ойына келеді деп ойлаймын, өйткені оған ойласын, ойламасын уақыттың өзі соған алып келеді екен. Рас, кейде жаңағы айтып жатырмыз ғой. Мен осы кейінгі әріптестеріме, баламдай жігіттер бар, қыздар, соларға бір өзінің сонша жылғы тәжірибемде алған не айтып, қандай бір өзін кеңес бере аламын деген сияқты бір ойлар болады, былай айтсаң екен деп. Бірақ кей кездерде ойлайсың да оған ол нәрсеге кейде айтқым да келмейді. Артық кейде айтқан ақылда бір артық ішкен умен тең. Артық ішкен умен тең кейде бір керек емес сияқты болып тұрады. Өйткені біз театрға келген кезімде, мен театрға келген кезімізде осы мен келгенде Сераған болған жоқ, бірақ енді Апан ағамыз, Камал ағамыз, Шахан Мусин ағаларымыз, Таңат Жайлыбеков ағамыз бар, Есболған аға, енді Нұрмұхан Жантөрин, Әнуар Молдабеков ағаларымыз, енді олардың әрқайсысы кесек-кесек сын тұлға. Апаларымызды былай қойғанда, апаларымыз енді Сәбер апамыз, Бекен апаларымыз, Шолпан апамыздар, Зәмзәгүл апа, Фарид апалар, әрқайсысы бір мектеп қой енді. Сол кісілер шынымен айтқан кезде біз кіргеннен бастап, ол кісілер әр біздің жұмысымызды қарап отырып, сосын ол кісілер әр премьерадан кейін бізде ол кезде сондай дәстүр болады. Әр бөлмеде жаңағы басты рөл кейіпкерлер жасаған, сомдаған актерлар, тіпті кішігірім рөлдер ойнағандарда дастархан жаяды. Сондай дәстүр болады. Мен қазір қарап отырсам, сол дұрыс екен негізінде. Әзекеңнен бастап жаңағы сол дастарханға бәрі бірден үлкендерден басталады. Үлкендердің сол дастарханына барып отырып, сол жерде бәрі тілегін айтады. Көрген, не көрді, сосын өзінің ойын айтады. Мысалы үшін Шолпан апамыз ойнап жатса, көрген Сәбир апамыз өзінің ойын ашық айтады. Әй Шолпан, мен ана жерінде бір сенің мына қылығыңды мен дұрыс көрмей қалдым. Меніңше мына жерім былайға жасасаң қайтер еді дегенде, сол кісілер соны кәдімгідей қабылдасын мейлі, қабылдамасын. Тыңдайды. Жақсы, жақсы дейді. Оны өзі біледі ары қарай, қабылдаймын, қабылдамаймын. Осы нәрсе қазір бүгінде бізде жоқ. Біріншіден жаңағыдай
ол мәселе ішіп жегенде отыр, онда емес. Иә. Сонда кезек әрқайсысы сөйлеп шығады, соны айтып. Сонда Әзекең де арасында айтып отырады. Но көппен пішкен тон келте болмайды дей ма? Әрине. Кеңеспен пішкен тон келте. Әрине, сол нәрсе бізге қазір жетіспейді. Өйткені қазіргі біздің уақыттың өз талғамы сондай ма? Біз қалай қазір премьера болсын, спектакль болсын, бітет. Әрқайсымыз бір машинамызға отырамыз да кетеміз. Бұрынғыдай әңгіме, сұхбат, бөлісу, бір-бірімізге кеңес беру деген нәрседе қалып баратырмыз. Мен сол мектеп қабырғасынан келген кезімде, институт қабырғасынан, маған да сондай өздерінің ойларын айтқан кісілердің кейде ішімнен жақтырмай отырған кездерім де болатын мен. Оның несін айтады? Маған ұнамайды деген сияқты. Бірақ тәртіп сондай, әдеп сондай, оны сен көрсетпейсің. Жақсы, аға, болмаса апа, жақсы, мен ойланатын нәрсе екен дейсің, болды. Ал ішінде болады, мына кісінің айтқанын көретін екен дейсің дағы, көресің, кейде көп нәрсе тауып аласың. Ол кісі әшейін бір түрткі болады кейде ше. Соны дұрыс салаға салып жібереді ғой, ары қарай өзің көп нәрсені тауып аласың. Осы нәрсе қазір жоғалып кетті, жоқ. Актердің ең үлкен құралы тіл. Ол сахнада сөйлеген кезде ол актер, ол енді қай елде қандай жерде тапқырланып шыққан өз алдына үлкен әңгіме десе де, ол кімнің актері? Қазақтың актері. Ол қазақтың актері болған, қазақтың тілін, ділін, мәдениетін, рухани бүкіл кеңістігін мойнына қалыптастырса, онда ол шынымен талантты, дарынды, бөлек өнер майталманы ретінде мойындалады. Онда мойындалған ағаларымыз жоқ емес, мен өздеріңіз отырсыздар. Бірақ десе де, қазіргі буынның пішінінен алып қараған кезде осы заманның ағымына қарай жұтылып қалуынан да іздесек болар осы себепті. Енді бірақ есті жастарда да жоқ емес қой. Әрине, баяғыда бір кез көне заманда айтқан екен ғой. Аристотель ма? Платон деді ма біреу. Қазіргі жастар бұзылып бара жатыр. Әлі бұзылып келе жатыр ғой. Сол сияқты әр заманда өзі солай, өзі кейінгілерге қарайды, біртүрлі көңіл толмай қарайтын ол табиғи заңдылық деп ойлаймын. Негізінде олай емес қой. Біздің қазақ атамыз айтады, асыл тастан, өнер жастан дейді. Не болса да жастан шығады, дұрыс па? Сосын кейінгі буын бүгінгі күнге, орыстың бір сөзі бар ғой, в ногу со временем дейді. Бүгінгі күнге сай туылады адамы ше. Айтамыз ғой, біз кейде айтамыз, заманында өзгертетін адам дейміз. Бірақ сонда да болса, ол бүгінгі күннің талабына қарай туылады. Шамалы да болса, озып туады деп ойлаймын. Жетік туылады. Иә, аға мысалы, бертінгі ретінде біздің 30 жылға дейінгі тәуелсіздіктің еншісіне бұйырған теледидардардан көрсетіліп жатқан фильмдердің қай-қайсысы болсын, әйтеуір бір қазаққа қажетті бір дүниені берсек екен деген режиссерлар да болды, не болмаса, осы керек емес, осыдан ақша жасайық дегенде режиссерлар болды, оны мойындау керек. Бірақ мына Мұрат Есжан бауырымыздың түсірген 6 сериялы Ахмет Байтұрсынның өмірі мен шығармашылығынан алған фильмде де, Міржақыптың Оян қазақ фильмде де өзіңіз тұңғышты ойнадыңыз, образını, яғни соны сәулелендіріңіз. Осы екі кезеңнің арасында осы тарихи дүниені қозға, бұл енді тарих қой, біздің өткен өміріміз, қазақтың өткен жүріп өткен жолы екі жақсыларының. Сондағы тұңғыштың хал қадіріне кірген кезде сізде не тербетті жан дүниеңізді? Яғни олар амалсыздан барды ғой сондай әрекетке, шарасыздан барды ғой. Иә. Оның орнында біз болсақ қайтер едік. Дұрыс айтасың. Міне заман деген ұтқанымыз сол. Ол да бір ел басынан туған бір нәубет болды ғой. Сондай келді ғой кезең. Пышақтың жүзіне келді ғой заман, тірелді ғой. Сол заманда, сол сәттерде кім, қай адам өзін қалай ұстайды? Сын сағаты келді ғой сол кездерде. Мен жаңағы Мұрат осы рөлді маған берген кезінде, басында мені шақырған кезінде екі рөлге мені көрді. Біреуі жаңағы Жангел дейді. Әліби Жангел. Екеуі де жағымсыз кейіпкер. Екіншісі жаңағы Тоңғаншинның рөлі. Мұхаммедияр. Мен шынын айтса ол кісіні білмейді екенмін. Бірақ енді ол кісі сияқты прототиптерін жақсы білеміз ғой. Талай естігенбіз. Осы кісі де сондай болған, мына кісі де сондай болған деп талай ағаларымыздың туралы да оқығанбыз, әлде оқып жүрміз.
сол кезде маған мынандай ой келді. Мұрат дедім да, жалпы кез келген адамның бәрі бірдей батыр емес. Иә. Мына бес саусақ бірдей болмайды ғой. Біреуі жүрегі таза болуы мүмкін, бірақ Шарасыз баруы мүмкін. қорқақ. Иә. Мінезі жұмсақ. Соншалықты неге қатты батыл, неге қиындыққа төтеп бере алмайды. Иә. Сондықтан жаңағы көбінесе сынып кетеді. Ал біреу болады, мысалы үшін бала шағасын қимайды, әкесін қимайды, шешесін қимайды. Сол үшін амал жоқ барады деген сияқты. Соны мен айттым, мынау ақ, мынау қара деп бөліп тастамай, Мұрат, мен осы рөлді мейлінше жаңағы осыны ақтап көрейінші дедім да. Сонда мүмкін шамалы көргенге қызықтылау болатын шығар. Иә. Бір жақты жаман қылып көрсете берсең де болды. Бірақ мен олай көрсеткім де келді. Өткен себебіне әсері болу керек қой. Біз білуіміз керек қой, тарих кейінгі ұрпақ білу керек қой, кім болғанын. Деген ой келді. Бірақ кім Мұрат менімен келісті. Сонымен не керек? Мен көбінесе жаңағыдай осы екі оттың ортасында жүрген, әйтеуір қайтсем жаным сақтайын деп жүрген адамды ойнап шықтым. Ал ол меніңше сол жұрттың айтуына қарағанда сол нанымды шықты деген сияқты. Ол мені қуантады. Енді осы төңіректің барлығын қамтып келген кезде, бұл енді біздің тарихи дүниеде болған ұлт зиялыларын біртіндеп енді қаймағын жоғалтты. Енді қойдай момын халық қалды. Енді езгіге оны а десе ажа жоқ, қой десе қожа жоқ, әйтеу бір шылықпен айдауға тура келетін қойдай жоғыз халық қалды. Елеуге көнетін халық қалды. Аман қалғандардың өзі шет асып, бас сауғалау үшін, әйтеу басым аман болса екен, осы ұрпақты аман қалдыру үстінде сол 32-33 жылдардың зобалаңы бүкіл қазақты жер бетіне шашыратып жіберді. Енді тәуелсіздікке де қайтадан жиналып топталып жатыр. Құдайға шүкір деп айтуға болады. Десе де сіздің арғы тұқымдарыңызда аға, осы өнерге деген ерекше бір әулиелік қасиетпен келген, сондай бір тек әулеттеріңізде сондай кісілер болған шығар, үлкен кісілерден. Естуіңізге келесізбен әңгімелескен кезде мен сондай бір еміс-еміс дүниелерде өз құлақ құрышымды қандырып естігім келеді. Маған әсері болған кісілерді айтайын. Шынымен де ол менің жақындарымнан қазақтың классик жазушысы Тәкен Әлімқұлов деген кісі. Ол кісі менің жиен әкем. Жиен әкем болғанда менің фамилиям Маханов қой. Әкемнің әкесі Махан болса, Маханның туған әпкесінің ұлы Тәкен ағамыз. Сол кісі менің бала кезімде ауылға келетін. Ауылға сирек келеді ғой, өйткені ол кісі көп жылдар Москвада неде болған, жұмыс істеген. Осы жазушылар одағының сол жақтағы өкілі болған. Сонда жаз айларында бір айға келген кезінде, сонда біз үйде бір кейде 2-3 күн болады, кейде 1 күн болып кетеді, кейде жаңағы көбінесе сол елге келген кезде бір жазар алдында келеді көбінесе. Сонда мен ол кісінің жаңағы бір несі, мынау сол жаққа барсаң күйшімін деме деген сөзді білесіз ғой. Бізден Сүгір, Төлеген Момбеков деген сияқты атақты күйшілер, солардың бірі Төлеген Момбеков, Ергентай Борсабаев, генерал Асқаров деген, сосын Үрмізіп Файзулла деген кісі менің жақын нағашым. Ол кісі де сол шертпе күйдің шебері, керемет күйші болған. Ол кісінің өмірден озғаны да көп болған жоқ. Міне сол кісілердің маған ықпалы көп болды. Жаңағы күй жағынан болса, жаңағы Файз ағам келген кезінде ол кісі мынау бір үйде жиын болса, Файз ағам отырып жаңағы болды, жұрттың бәрі сол күйін тыңдайды. Ол бір 7-8 сағатқа кетеді. Ол кісі бір күй тартып қана қоймайды. Ол кісі содан кейін бір әр күйдің тарихын айтады. Сосын бұл күй басында, мысалы үшін Телқоңыр күйінің тарихын айтады. Ол басында кім тартқан, одан кейін мына кісі тартқан, ол кісінің тартуында былай деп бөлек тартады. Мына кісінің қағысы былай, мына кісінің өзінің қосқан басқа несі бар, өзінің қосқан жерлері мынандай деп. Сол сияқты жаңағы әсіресе мына шертпе күйдің маған көп көмегі тиді. Кейде қазір осы неден қарап отырып, кейінгі жастардың шертпе күйдің
мықты жаңағы шеберлердің өзі тартып отқан кезде кейде солардың кейбір жерлері маған құлағыма жақпай қалады. Өткен себебіне Төлеген Момбековтың орындауда маған құлағыма сіңіп қалған. Сүгірдің күйлері болсын, Төлегеннің өз күйлері болсын. Біздің ауылда жаңағы бала кезімізде 7 ноябрь деген баяғы Октябрь революциясының орнаған күні мейрам ғой. Сол күні одан кейін мынау бүкіл халықаралық ынтымақтастық күні, ынтымақ күні, 1 май күні. Сол кездерде бүкіл ауданда көшелердің бәрінде үлкен радиоларда шертпе күйлер қойып қояды. Сол бала кезімізден құлаққа сіңіп қалған ғой. Одан кейін жаңағы өзімнің нағашым қазір Астанада тұрады. Өзі мамандығы кардиолог. Нағашым Мұхаммеде Ахметов деген нағашым бар. Ол кісі 8 қырлы бір сілі жігіт. Ауылға келген кезінде мен балам ғой, фокус көрсеткен кезде енді алдына жан салмайды. Ол кісінің өз табиғатында бар. Өйткені оның әкесі үлкен тәуіп болған кісі. Ахмет Төре деген. Ол кісінің жаңағы алдына барған кезде жаңағы небір сал болып жатқан кісілерді немесіне қолының биотогымен тұрғызып берген кісі. Қасиеті бар. Сол сияқты ол кісі де жаңағыдай 90-ға келіп қайтыс болды. Сонда жаңағы осындай мынадай былай өткен ауданның жаңағы активтері дейміз ғой, жаңағы қызметкерлер, жоғары қызметкерлер келіп ол кісінің несін жақсы білет. Былай өткендер сол үйден түсіп қымыз ішеді. Енді ана жерде қанша деген ауқатты үй ғой. Еті дайын тұрады, ол жерде бәрі бар. Ішіп жемі де бар, жаңағы қымызы әсіресе бетінде қап-қара майымен ысталған қымызы дайын тұрады. Содан кейін бір тамақ ішіп алғаннан кейін жаңағы кісілер, ал Ахмет Төре бір бізге өнеріңізді көрсетсеңізші деп қолқа салады. Сол кезде жаңағы кісі осындай жозы дейміз бе, осындай үстіне қант әкелді жаңағы өз немерелеріне, келіндеріне. Кәдімгі шағылған қант бар емес пе? Соның 4-5-еуіне әкеліп өзінің жаңағы тақиясы бар кәдімгі. Сосын отырады да мына тақия шақпақ қант әкелгеннен кейін 4-5 түйірін алады дағы, мына тақиясын көрсетеді. Мына үстіне тастайды дағы, мына столдың астынан дейді. Көтер анан дейді. Көтерген кезде столдың бетінде жетеді ана қант. Балға мен шек әкелді, көршеге дейді сол, көршеге мынандай. Жүздік дей ма, не дейді? Соны әкелдіреді, балға мен әкеледі де жаңағылардың көзінше мына мұрынға салады дағы көршеге мен жаңағы көршегені балға мен ұрып мына төрене тығады. Ананы көрген кезде бұрақты былай суыр болады қайтадан. Не қан жоқ, не жоқ. Көз бояу жоқ та. Ол қасиет, ол табиғи. Сол кісен мысалы церктің оқыған жоқ қой. Онан кейін айтады, кәні бір кесе сүт, бір кесе айран әкелді. Бір кесе сүт алады да, қайсысын бірінші ішейін дейді, айран, мынау айран, мынау сүт. Жарайды, сүт ішіңіз дейді. Соны сүт ішіп алады. Айранды ішеді. Жаңа қайсысы бірінші кетті дейді. Сүт кетті бірінші. Қазір мен сүтті бірінші шығарам дейді. Сөйтеді де бүйтеді, бір шүмектен құйылған сияқты кәдімгі. Сұр өтіп, жаңағы тура сол қалпына келеді сүт. Қайтадан шүр өтіп, айран сол қалпына келеді, мен дейді. Міне сондай кісілердің бәрінің ықпалы болды маған әрине. Ол нағашыларымның. Өте жігіттің жақсы болуы нағашыдан дегенде содан шығар. Тәкен Әлімқұлов туралы сөз қозғадыңыз. Тәкен ағаның қара ойы, сар жайлауы, көк қашығасы, қазақтың үш бәйтерегіне алған ғұлама Махамбет Өтемісұлы, көкшенің дүлдүлі болған Ақан Сері, Тәттімбет, күйшінің дүлдүлі болған Тәттімбет, бағанағы біз шертпе күйдің түп атасы деп айтсақ та болады ол кісіні. Өзі Тәттімбет инженер болған адам. Инженер болған адам. Осының барлығын қамтынып, әсіресе осы классикалық осы үш әңгімесімен Тәкенді тәкен етіп тұр. Осындай Жұмбақ жаны ше. О, Жұмбақ жаны өз алдына. Ол ғылыми зерттеу еңбек секілді болған күннің өзінде бір көркем тілмен әсерлі түскен әдемі дүние. Ол халықтың жанындағы бір біздің толмай тұрған жерімізді толтырған абайтанудағы ерекше бір іргелі ғылыми шығарма деп айтуға болады. Енді Жұмаға, сіз отбасыңызда тәтеменді телевидение саласында біраз жыл қызмет атқарды, содан пенсияға шықты. Десе де қызметтің аты қызмет, оған бір ет үйреніп қалғаннан кейін, адам үйде жүргеннен кейін жастанып
жата алмайды, отыра да алмайды. Өйткені күнделікті тіршілік телевидениенің қым қуыт тіршілігін білеміз. Екеуіңіздің қалай десем болар екен, алғашқы танысқан күніңізден бастап үлкендер ортақтасты ма, ниеттес тілектес болуларыңызға, жоқ әлде өздеріңіздің ішкі жүрек лүпілдеріңіз сәйкес келді ма деген ой келеді, сұрақ туады. Біз негізі екеуміз институт қабырғасында кездестік. Мен 3-ші курста оқып жүрген кезімде жеңешең Зұлхаят 1-ші курсқа түсті. Соған енді қаншадегі мен сол жігіттің көзі қызға түседі ғой енді. Сол білмеймін енді әйтеуір Алла тағала бұйыртты ма әйтеуір көзіміз түскен қызға жақындап дегендей. Соны көңіліміз жарасып, 1-ші курстан бастап-ақ сол екеуміз бірімізге сөз байласып солай жүрдік. Одан кейін мен институт бітірдім. Ол менен кейін 2 жылдан кейін бітірді. Мен сол жа бітіргеннен кейін ақ кемені бағана айттым ғой. Сол ақ кемені орындап премьерасы болғаннан кейін көп ұзамай ақпан айында шыққан болатын. Мені мамыр айында әскерге алып кетті. Сол әскерде 1,5 жыл болып, институттан кейін. Соң қайтып келгеннен кейін екеуміз үйлендік. Ешкім таныстырған да жоқ. Мынау қалай деп сұрайтындай ол кезде әкем де жоқ, шешем де жоқ, екеуі де қайтыс болған. Бірақ сол қанша дегенмен адам қанша сүйіп, күйіп, сол жанып, осыдан басқа адам жоқ деп тұрып үйленейін деп тұрсан да адамның ойына бір не келеді екен. Мен дұрыс істеп тұрмын ба осы деп. Менің адамым ба жоқ. Мен уақытша бір сезімнің жетегінде кетіп баратқан жоқпын ба деген ойыма, білмеймін, ол қандай ой екенін әйтеуір мына деген кезде, бір ай қалған кезде бәрін ойластырып қойып, мен бір ойға келдім. Сондай. Мен дұрыс істеп жатырмын ба, дұрыс емес па деп. Мен таңдауым дұрыс па? Бұл маған өмірлік жар бола ма? Болмаса мен қателесіп тұрмын ба деген сондай ойдан жүрген кезім шығар. Сол кездерде мен анда-санда анамның түсіме кіреді. Аян дейміз ба? Сонда жаңағы мен ұйықтап жатыр екенмін деймін, бір осындай жатақханада ма, болмаса жаңағыдай квартирада тұрып жатырмын ба, сондай. Қарасам, оянып кетсем, анам жүр екен бөлмеде. Мен білем ол кісінің жоқ екенін, өмірден озып кеткенін. Қайдан тәтем жүр деп, сөйтсем баламай мынаны деп менің терезенің пердесін тұтып жатыр екен. Мынаны тұтып қойса ішті. Соны тұра салдым да, бұл не деген ойға келді. Өзім жордым ішті. Балам ғой кезде. Бірден не қылып екенін білмеймін, сондай ой келді. Менің анам құптап тұр. Деген. Жоқ, бұл кейінірек болды. Бұл түс кейінірек болды. Бірінші түсім жаңағы, кезде анам, әкем тірі кезде, ауылда мектепте оқып жүрген кезімізде, мен әкем Ұлы Отан соғысының ардагері. Әкем соғыстың батыры, Ұлы Отан соғысының. Өзі разведчик дейді, барлаушы болған кісі. Тіріде 2 тілек еген, 2 қызыл жұлдызы бар, даңқ ордені бар, ерлік үшін деген көптеген ордендері бар. Әкемнің әкесі қалы жау болып ұсталып кеткен кезінде. Содан кейін шығар мүмкін ол кісіге жаңағыдай 2 даңқ ордені бар, батыр атағын бермеген, содан шығарды ойлаймын да кейін. Әкем ондайға қызығатын адам емес еді негізі. Осы соғыстан аман келгеніме шүкір дейтін, осыншама күшіктер бергеніне, осыны көргеніме шүкір деп отыратын ол кісі. Сонда жаңағы айтайын деген, Ұлы Отан соғысының 30 жылдығына 75-ші жылы әкеме кезексіз Москвич деген машина берді. Ол кезде Москвич деген машина міну деген енді екінің бірінің қолына қол жетпейтін нәрсе. Сол жаңағы айттым ғой, 2 ой болып жүрген кезінде, тура осы қазіргі Абылай хан көшесінің бойында ауылмен сөйлесетін жер бар, переговорный пункт дейді, жаңағы. Барып заказ беріп, 1,5 сағат күтіп тұрасың. Соны ауылмен қосқан кезде, жаңағы ауылмен сөйлесеміз, ақша сал дейміз деген баяғыдай. Сол жерде тұра екенмін деймін. Жаңағы ауылға тапсырыс беріп қойып сөйлесуге. Қарасам сол
төменгі жағынан Абылай хан көшесінің бойын төменгі жағынан өзіміздің москвич келе жатыр 4317 деген нөмірі бар. Иә. Көзіме оттай басылды, өзі жасыл түсті болатын әдемі. Иә. Мынау біздің москвич қой деп қарап тұрмын, сөйтсем тура көшенің арғы шетіне келіп тоқтады дағы, ішінен анам түсіп жатыр. Иә. Ағаларым ба, тағы қасында 2-3 әпкем бар. Оларды таза есім жоқ, қайсысы екенін. Анам көзіме оттай басылды. Сөйтіп біз жаңа Зұлқайат екеуміз жоғары жағынан келе жатырмыз да. Иә. Сол келген бойда мен жүгіріп кеп, кім қалып қалды. Жүгіріп кеп анамның мойнынан құшақтап, тәте дейтіміз. Тәте деп жаңағы осы түсімде жылап жатырмын ғой деймін. Иә. Айта алмаймын, сен бар екенсің ғой. Мен сен кетіп қалды деп жүрмін деп жатырмын ба, әйтеуір бірдеңелерді айтып, бойынан құшақтап алып жылап жатырмын. Сөйтсем, "Ей балам, тоқта. Шақыр ана баланы" деді. Иә. Шақырып неғып тастап кеттің деп. Мен Зұлқаятқа қарай кеткен кезімде қарасам, тура сол көшенің бойындағы үйдің есігін ашып тұр. Кіргіз ана баланы, не болады. Жаңа сөйтіп тұра салысымен ойладым, анам үйге кіргіз деп жатыр. Анам рұқсатын беріп жатыр, анам ақ батасын беріп жатыр деп. Сөйтіп үйленгенбіз. Ой, бәрекелді. Кез келген дүниенің адамның бәлкім кез келгенге беріле бермейтін белгі шығар, бірақ біздің де басымыздан сондай бір қызық белгі өткен. Менде де үйленуім сізбен тұспа-тұс екен. Қызық, менде де түс көрдім. Түс көрген кезде сол түнгі намазға тұрып, Құдайдан жылап, тілек тілеп, ол кезде Астанада оқитын едім ғой. Сонда әжем марқұм Әзірет Сұлтан мешітінің маңайы әппақ қар. Осы келін оң білегінен ұстап күліп қарап тұр екен. Дұғамға болған соншалық ертеңгі аян түс болды. Содан кейін біз шаңырақ көтердік. Бүгінгі келініңізбен өзіміз қолынан дәм татып шай ішкен. Қызықты дүние көп. Қозы гүлің ғой. Қызықты ғұмыр. Енді аға, қазір енді ол кісі телевидение саласында тәтем біраз жыл еңбек атқарған күннің өзінде де біраз арқау болар дүниелерді халыққа ұсынып отырды. Соның ішінен шүйіншілеп айтатын бір елеулі дүниелеріңізбен бөлісіңізші. Тәтемнің шығармашылығына. Енді оның бір режиссер болып 40 жылда істеді ғой. Сонда бір кездері естеріңізде болса, шынның жүзі деген пойыздың ішінде кетіп бара жатып. Иә. Сұхбат берілетін. Жұмабай Шаштай ағамыз жүргізетін. Қасым Аман Жолбашшының Қасым Аман шынның жүргізетін. Үзеңгі жолдас. Үзеңгі жолдас пойыздың ішінде отырып жаңағы сұхбат алатын. Одан кейін Ақжүніс Сәуле Әбидині жүргізетін. Алтын сақа, алтын қақпа деген. Одан кейін көптеген мынау сүбелі бағдарламалардың режиссері болған. Көптеген мынау әсіресе бір жылдары әдеби шығармашылық бағдарламасында біздің театр жөнінде көп біраз нәрселер түсуді. Әсіресе мынау актерлар туралы, режиссерлар, жалпы театр маңындағы тұлғалар туралы, солардың өмірі туралы көптеген портреттер жасады. Ол кісінің біраз жүрген еңбектердің біразының өкінішті бәрі өшіріліп кетті. Ол кездерде мынандай рулон дейді, үлкен неге өшірілетін жазып алынатын ғой. Сонда жаңағы жетіспеушіліктен ба, жоқ, ол кездерде білмеймін, кейбір мынандай аумалы төкпелі заман болды ма, жаңағы мысалы үшін мен өзім талай өзім көргем сүрген нәрселерін. Мысалы Шерхан Мұртаза ағамыз туралы, Дихан Әбіл, мысалы үшін кім, Ғабиден Мұстафин сияқты, Ғабит Мүсіреп сияқты енді алтынға бергісіз сонда құнды бағдарламалар түсірілген жаңағы хабарларды не жетіспейді, анау дейді, анау беріп жүреді, оның үстіне басқа нәрсе жазылып кетеді. Сөйтіп көп нәрсенің бәрін өшіріліп кеткен. Құмға су құйғандай болады да жаңағы істеген еңбектер. Өзі кейде айтып отырады, шіркін, анау қандай еді, анау болғанда ғой бүгін. Ол алтынға бергісіз дүниелер еді сонда. Мен бір таңғалатыным, нағыз таланттар кейде өзін бұғып жасырып ұстайды. Кейбір таланттар бар, өзін жария етіп
көмескіге онша жоқ емес, жарияға ел алдында жүруге құштар. Неге тәтем өзінің осыншама іргелі дүние жасап отыр, неліктен халыққа осындай енді бір айлық алып жұмыс істей беруге бола береді ғой, кез келген адам айлық алып жұмыс істейді, бірақ осындай талантымен қоса кеңінен танылуды неге кезінде ойламады екен деп ойлаймын да. Енді замандастарым, өзіме зөңгілестері болды, бірақ өзіме қатар істеген кейбір азаматтардың аты аталып түсі түзеліп жатты. Бұл әділетсіздік емес пе? Дұрыс айтасың. Мынау жалпы ол тек қана телевидение саласында емес, біздің актерлардың арасында да сондай. Тек қана актерлар емес, жалпы кез келген салада, кез келген мамандықта мен осы күнге дейін былай өмірді көре келіп түсінген нәрсем, негізі талантты адам мына өзін жариялауды, болмаса бір мынандай бір жолдарды, жеңіл жолдарды іздеу дегенді білмейді негізі. Менің өз ағаларымнан апаларымнан білемін, театрдағы ше, керемет бір атақтары жоқ, бірақ бір жасаған кішкентай рөлінің өзі кесек дүние. Кішкентай ғана бір эпизодты ойнап шығады. Мысалы мен Телғарайып ағаларымды айтайын деп тұрмын. Таңат Жайлыбек ағамыздың енді ол кісі басты рөл ойнамай кеткенде шығар деп ойлаймын. Бірақ ол кісінің анау қан мен тердегі ана 40 шалды ойнайды ғой, көрші. Ондай образ деген білмеймін. Ондай ол деген құндылық. Анандай образ жасау деген екінің бірінің қолынан келмейді. Мысалы үшін Әуезбаева Раушан апамыз. Ол кісі мысалы Еңлік Кебекте Баянды, Ақбаян ойнаған жоқ. Неде құлыным менің де Бостайлақтың келіншегін ойнайды, жылқышының әйелі. Сөз жоқ, бірақ сахнада жүреді. Ана кісі аяғы ауыр келіншекті ойнайды ғой. Ол кісі тұрған кезде сахна толады. Келші мені, жаңағы қыз жібегім деуші ме еді, келші менің деп тізесіне отырғызады жаңағы келіншегін. Бостайлақты Тырымбек Пірімжанов деген ағамыз ойнайды. Анвар Молдабеков ағамыз ойнады. Сонда жаңағы кісінің бір ән салшы деген кезде ән салғандағы оны айтып жеткізу мүмкін емес ше. Сол Раушан Әуезбаева апамызға қатысты көптеген оқыс оқиғалар болды деп естимін мен өз басым. Бірақ неліктен сондай таланттарды өзімен замандас тілеулес болған мысалы үлкен апаларым болды ғой, зөңгілес бірге. Бірақ осы талант шоғыр болып келген кезде бірін-бірі тұншықтырып ұстайтын қағида бар ғой. Бұл неге сондай пендешілікке әуес? Біздің қоғамда ғана емес, бұл бүкіл әлемде де болды. Бүкіл әлемде. Адам баласының өз бойындағы бар табиғат. Мен айтып отырғаным сол, жаңағыдай талантты кісілер ол өмірде дәрменсіз. Өмірде өзін өзі қорғай алмайды ол кісі. Солай болады екен. Ал мынау көбінесе, мен айтпаймын, көбінесе бейталанттар өмірде былай ойнағанды жақсы біледі. Не қылып екенін білмеймін сол нәрсе. Бірақ мен кейде осы пікірге қарама қарсы уәж айтқым келеді. Шын талантты болады, бірақ жазған сызғанның өзі мәрдің оғындай. Кешегі мысалы Алаш зиялыларын айтайық. Шын талантты, бірақ дарынын іске асыра алды. Бірақ олар бір-бірімен тілеулес болды. Іште әрине осындай пендешілікте болған шығар. Ол дәуірде біз қолымызбен ұстап, көзімізбен көргеніміз жоқ. Десе де олардың бірін-бірі туралы әңгімесі, бірін-бірі туралы жақсы лебізі сіздердің аға толқындағы аға апаларымыздың барлығы іште қырғиқабақ болса да, бірақ бір-бірін туралы эфирде сұхбат берсе де, ауыл аймақтағы әңгіме болса да, бір жақсы ісін ғибаратты әңгіме етіп, шежірен тарқатып отырады. Осыған сүйсінесіз ғой. Әрине. Енді мен айта берсем, қазір өзім біртүрлі кейде осы бір өзім кейде шек қоямын. Осы айта беру керек па, сол керек емес па деп ше. Мен өзі сол кездердегі Әуезов театрының студент кезінде көріп жүрген кезінде жаңағы аттарын айтып кеттім ғой. Мысалы Есболған ағамыз, Таңат ағаларымыз, Раушан апайымызды айтып отырмыз. Соларды анау әпкедегі бір кіріп шығатын көрші әйелді ойнайды Раушан апамыз. Сол кісінің сол жерден шығатын жерін ғана көру үшін ғана келетін адамдар болады. Бүгін Раушан Әуезбаева ойнаймады. Енді сол кісілер атақсыз жүрген кезде сол кезде мен студентпін. Кейін жаңадан театрға келдім сол кезде. Сол кезде мен жүрегіме бататын сол ше. Неге бұлай?
мына кісінің мына кішкентай мынандай бір мына осы рөл үшін мен халық әртісін берер едім дейтінмін да. Іштей. Бірақ ондай кісілер өмірде басты рөл алмайды. Ол неге екенін білмейді. Мен басшылардың бәрін даттауға қарсымын. Мүмкін ол өздері мынаны рөлді маған берші деп айту керек шығар. Бірақ мен де сондай. Мен де мына рөлді бер деп айтқан емеспін өмірі. Өзі біліп берсе берді, берсе ойнаймын. Ал мен барып мына рөлді маған берші. Білеміз ғой, мысалы, Қозы Көрпеш Баян сұлу дейік, болмаса Еңлік Кебек дейік, болмаса жаңағы Бес бойдаққа бір той дейік. Мына рөл маған керек, мен осыны ойнаймын деп білмеймін, айтамаймын, айта алмаймын. Сол сияқты бұл бір адам айтып түсіндіре алмайтын нәрсе бұл. Қызық. Жазушылардың бір қасиеті бар. Ол қолында қағаз бен қаламы тұрған кезде үнемі жетілер үстінде болады. Ал сахнаның адамдарының өмірі кішкене басқашалау. Өйткені тараз басына көп түседі. Иә. Екіленбейтін екі-үш тудай өмірде сіз енді алма-кезек енді дүниенің алды да бар, арты да бар. Абай хакім айтады ғой, дүниенің соңында да біз өз өміршеңімізді, ғибратты ғұмырымыздың қаншалықты үлгілі болғанын білмейміз, бірақ айтарға тиістіні айтып, жазарға тиістіні жазып кетуіміз керек. Кім ішінен еншісіне бұйырар сөз болса, жазып алсын, оқысын дейді. Ал өзіңіздің балаларыңыздан сіздің ізіңізді жалғаған, соңыңыздан ілесем деген ұрпақтар бар шығар? Иә, шүкір. Енді бір ұл бір қызым бар ғой. Қызым негізі тіл маманы, мынау Абылай хан атындағы. Иә. Шет тілдер институтын бітірді. Қазір енді өзінің жаңағыдай аудармамен айналысады. Иә. Екінші ұлым Мерей, ол сол менің жолымды қуды. Басында мынау Жүргеновтің колледжіне түскен актерлыққа 9-шы класстан кейін. Оны бітірді, одан кейін бір күні жаңағы бірге оқитын достары жаңағы бәрі ары қарай академияларға оқимыз деген ғой. Мен олардың жұмысын көрдім. Ұстаздары Есім Жүкенович, Сегізбаев деген кісі болатын мен. Маған да сабақ берген кісі. Сол жұмыстарын көрдім, кәдімгідей енді білім алған, кәдімгідей оң жолын таныған актерлар дайын. Иә. Олар енді тағы да 4 жыл оқымақшы. Оның алдында ондай колледжді бітіргендер 3-ші курстан, 4-ші курстан ары қарай оқып жалғастырады. Сосын балам айттым, балам, мынау болмайды деді. Жалпы актерға 4 жыл оқу қажет жоқ. 2 жыл дәріс алсаң сол жетеді. Актерлық не сенде бар, не жоқ ол. Сен 2 жыл адамға несін жобасын бүкіл жүйені үйретіп, актерлық жүйені. Сосын мықты режиссердің қолына беру керек мәде бір рөлмен. Сол кісіден бірдеңе сенен шығарды ма, шықты ма, шықты. Шықпаса қоя салу керек. Ол 4 жыл мыжғылаудың қажеті жоқ, мен қазір солай түсінемін негізі. Сөйтіп балам айттым, сен ақ енді 4 жылыңды сол неге актерлыққа бермекшісің, барасың салпақ тағы жүресің. Онан да сен ақыры оқитын болсаң режиссерлыққа түсті. Иә. Сөйтіп режиссерлыққа түскеннің өзінде де көркем фильмдер түсіретін режиссерлық емес, сен документальдық режиссерға түс. Деп мен оған осындай ақыл бердім. Балама рахмет, айтқанымды істеді. Сол жылдар бір аумалы төкпелі уақыт еді ғой, 90-шы жылдар ше. Мен айттым, қазір заман мынандай болып тұр. Саған ертең сен бітіргеннен кейін қол көткізіп алдыңа, мә, сен көркем фильм түсір деп саған біреу бере сала ма саған жұмысты? Иә. Ал сен документальный фильм түсіретін режиссер болып шықсаң, сен көшеден далада 3 ай жүріп бір тышқанның өмірін түсірсең де, сен аштан өлмейсің. Сен тышқанның өмірін іннің ішінен түсіріп, сыртындағысын өмірін бір керемет қылып түсіретін болсаң, бүкіл BBC, CNN, Америка сатып алады. Пәленбай миллионға. Ал ондайды түсірген режиссер көркем фильмде ойнап түсіреді. Сол айтқаныма көнгеніне рахмет әйтеуір. Сөйтіп режиссерлік бітіріп, қазір енді біраз сериалдар түсіріп, жақында полнометражный фильмдер түсіріп жүр.
енді содан кейін біраз әншілерге әндеріне клип түсірген. Жұрт енді мақтайды, түсірген жақсы ғой деп. Ол да тәжірибе ғой негізі ше. Әрине. Құдай бала берсең сана бер, санасы жоқ балаңды өзің Құдай ала бер деп Таңжарық Жолдолдауы, Таңжарық Жолдолда туған жерімде үлкен дауылпаз ақын болған. Сол кісі абақтыдан қайтып келгеннен кейін ел аузындағы әңгіме, бірақ бұл нақты дерек екенін мен нақты білмеймін, бірақ ел аузынан естіген әңгіме. Сол кісі келгеннен кейін абақтыдан, сонда үлкен апамыз бір ұл босанған ба, сөйтеді, сонда сол баланы қыбылаға алып тұрып бағанағы тілекті айтты дейді. Сонда бала сол мәміледе жүріп кетті дейді. Жүріп кетті дейді. Сонда ана кісінің әулиелігі ғой, ақынның әулиелігі. Енді ақындық қасиет бүкіл қазақтың тұла бойында бар. Осы ақынның тілі өлген күні, онда бүкіл дүниеден біз айырылатын шығармыз. Өйткені поэзияда біздің үн тұр, біздің әдеп тұр, біздің ғибрат тұр, біздің тарих тұр. Соны 5 ғасыр жырлайды. Осы Алдаспанов кешегі дүниеден өткен Мұхтар Мағауин ақсақалдар, Мекемтас Мырзахметұлылар, осының басқасында жанашыры болды. Енді осындай жанашыры болатын дауылпаз қыз-жігіттер қазір де жоқ емес. Мемлекет тарапынан оларға қолдау көрсетейінсе, бірақ сананы тұрмыс берейді. Жаңағы дарыннан бұрғыны күйбең тіршіліктің халы болып кетеді. Осындай балаларды көрген кезде сіздің айғай басқаны қайдан, сіздің жанарыңызға жақсы үйірілетін секілді болып көрінеді ғой. Иә, рас. Осы кейін кезде мынау енді кітап оқу қалып бара жатыр ғой негізінше. Кітап оқу деген мәселе өте өткені көріп отырмыз күнделікті өзіміздің немереміздің қолында мынау телефон. Осы нәрсе олап жатыр бізді. Біздің болашағымызға балта шауып жатыр. Осы нәрсе бәрімізді ойландырады, толғандырады. Бірақ қай үйге барсаң да кішкентай баласын жылатпау үшін бере салшы дейді. Ана уақытша. Мына дейді, даже телефонды бере салады. Ол сонымен отырады. Енді мынау бұл да бір уақытша нәрсе шығар, мен сөйтіп ойлаймын. Әр нәрсе бір өз уақытымен келеді, сонымен кетеді деп. Бірақ мынау кететін нәрсе емес сияқты. Өткен себебі біз байланып қалдық. Кішкентай бала емес, біздің үлкендер, біздің өзіміз байланып қалдық. Кейде бір нәрсені анау Фейсбукқа мысалы үшін неге қарамасаң, бір қарап шықпасаң, неден жаңалықтан неден қалып қоятын сияқты. Қалып қоятын рас. Сосын кейін біреудің пікіріне білгім келеді мысалы үшін. Кешегі Мұхтар ағамыз кеткеннен кейін неше түрлі мысалы үшін әркім өзінің ойын айтып жатыр ғой. Ол кісіге баға беріп дұрыс қой, ол да дұрыс шығар, бірақ мен соны да білгім келіп отырады ғой, мысалы. Кім не деп жатыр екен деп. Мырзахмет ағамыз, Мекемтас ағамыз, Мырзахмет. Мекемтас ағамыздың көзін көрдік, сол кісі туралы да. Сөйтіп қараған кезде, бір уақытта кетесің, бір қарасын сағат, 3 сағат өтіп кеткен білмей қаласың. Сонда мен айтайын деген, қазір маған көзіме түсіп жүрген Керімбай, Санжар. Айналайын, қаншама шырылдап қазір бүкіл нені, айтсам, жастарға кітап оқытам деп, айтып кеттім, Алтын Сақа деген бағдарлама жүргізген болған деп, соны жүргізген кезінде Санжар. Соны үйдегі жеңешең ылғи айтып отырады. Санжар дейді, сол кезде жап-жас жігіт қой ол. Сол кезде студент шығар даже. Әлі институт бітірді ме, бітірмеді ме, сонда сол нені Алтын Сақаны жүргізіп, сол кезде балалардың бәрін неге білім жарысы ғой. Сондағы жанкештілігін, сол кезде ұлтшылдық, өзінің ұлтына деген ұлт жандылығын Санжардың ылғи айтып отырады үйде ше. Сол кезде келіп әр балаға өзінің бүкіл несін, кітапты қалай оқу керектігі, қандай соған кітапқа ынтық қылудың жолын іздеп, соншама бүкіл күш несінің бәрін беретін деп ше. Сон бір күні былай болды деп айтады. Анау басты ең неге бас жүлдеге берілетін ақша бар емес па? Кішкентай ғана. Соны жаңағы келеді дейді. Бір бала білмей тұр енді, ананы білмей тұр. Бірақ сол кездерде 90-шы жылдар өзі қиын кез ғой өзі, былай. Ана баланың да
құр қалдырғысы келмейді, құр қол қалдырғысы келмейді. Мына баланың да соны екеуі де білмейтін біліп тұр дейді, бірақ та жаңағы ортасында үзіліс болған кезде маған айтады дейді, дәде қоя тұрыңызшы, шамалы мына балалармен жұмыс істеп алайын дейді, тағы мен тыңдап тұрамын дейді. Сонда келіп, сен мынаны білесің ба жауабын деп, жаңағы келесі сұрақтың жауабын сұрайды ана бала. Ұтып тұрған бала ғой енді. Ол да білмей тұрады дейді, бірақ келіп, мен саған қазір несін жауабын айтамын, бірақ мынаның несін жаңағы бас жүлденің несін мына бауырыңмен бөлісесің ба деп айтады дейді. Аға бөлісем деп, міне сен қандай азаматсың деп жаңағы баланы қайрап, оған кәдімгі жігер беріп, сосын жаңағы білмей тұрған нәрсесін өзін айтып жүріп, енді ол бағдарлама солай түсірілу керек қой бәрібір де, бірақ жаңағы несін көрмесін, бір-біріне бауыр қылып, бірін-бірін дос қылып, сол сәттің кішкентай ғана уақыттың ішінде соншама нәрсені істеп үлгереді дейді да. Ана балалардың, келген балалардың көзінен от жанып кеткен кезде дейді. Ана жерден рухтанып шығады дейді. Ана жерден сен осындай қазақ екеніңді біліп жүр, осындай жаңағы жерде батырлардың жырын жаттатқызады, соның батырлардың ішіндегі небір кейіпкерлер туралы сұрақ қойылады. Соның бәрін жаңағы құштарландырып, сондай жігер беріп кеткен кезде сондай риза болып келеді да, соны әңгіме айтады. Қазір енді сол Санжарды көріп отырып, мына неден ютубтан мына пайдасы қандай тиіп отыр ғой. Иә. Былай қарасаң, мынаның. Иә. Қысқа нұсқа Қаныш ағамыздың өмірін айтып кетіп жатырмыз, қызықтырып. Қалай қылып айтады ол, қалай жеткізеді. Өзі айту да білу керек қой негізі. Біліп тұрған нәрсесін кейбір адам айта алмайды, жеткізе алмайды. Ал Санжар жетесіне жеткізіп тұрып айтады оған. Шіркін-ай, мен қазір кейде мысалы Санжардың кейбір нәрселерінің көп нәрсесін. Мен мынаны білмейді екен ғой Санжардың мына нәрсесін деймін да, мен іздей бастаймын. Қаныш ағамыз туралы да мысалы үшін бұрын енді жалпы қаныш қой деп жүрдік қой мысалы. Қаныш ағамыздың еңбегін білеміз ғой, біз түк білмейді екенбіз. Өзбек әлі ағамызды білеміз ғой енді деп жүрдік қой, ол кісі біз наурыз жасаған ғой деп. Наурызды бүкіл ұлттық дәстүрді сондай қайтып жаңғыртқан кісі ғой деп қана жүрдік. Оның қандай қиындықтардан өткен, ол қандай өмірде алдынан қаншама шыққан қиындықтарды қалай аттап өткен, оны қалай жеңгендігін туралы естіген кезде рухтанасың ғой. Осындай жігіттердің еңбектерін бағалап, осылардың мүмкіндікті көп беру керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Әңгіме шіркіннің бір қайнауы піспесе, кейде тұзы кем ас секілді болады. Сондықтан біз бүгін мейлінше мейірін қандырып, илеуін тұндырып, біраз жерге келдік әңгімені. Айта берсек таңға жалғауға болады. Сіздер енді алдымыздағы аға толқын әкелеріміз болғаннан кейін, осындай өзекті ойларыңызбен бөліскеннің өзі қуаныш. Өйткені бұл халыққа керек әңгіме және тарихи әңгіме, тарихи дүние, қозғалуға тиісті нәрсені жақсы қаузадыңыз. Ендеше шығармашылық өрлеу, үлкен самғау тілеймін аға. Басыңыз аман, деніңіз сау. Осынша ғұмырда тек қана сіз бір ғана дүние жасаған жоқсыз, сахна өнерінде бірегей дүние жасадыңыз. Оған өкінуге де, опынуға да болмайды. Жастың өзінің уақыттың кезегімен келген дүниеде адам ақылды бола бастап, дана бола бастап, сол биікке көтеріле бастаса, онда ол өзінен кейінгі ізбасарларына қамқор бола біледі. Сіз сондай қамқор ұстаз ретінде, қамқор әке ретінде, қамқор сахнагер ретінде біз мойындаймыз, қалың жұртта да мойындайды. Соңғы тілеу, ағы жарма ниетіңіз болса, көрермендерімізге, өзіңізге сөз соңын бергіңіз келеді. Құрметті көрермендер, осы мынау алдарыңызда отырған жақсылық ұлдарыңызды мен жақсы көремін, өткен себебі осы ұлдан 5-6 жылдың көлемі болып қалған шығар. Біле бастағаным, міне сол аз уақыттың ішінде бүгінгі осы мына бағдарламаға жеткеніне дейін мен көз алдымда істеген еңбектері, жазған дүниелері, ізденістері, еңбегің жана берсін бауырым. Жақсы дүниелер істеп келе жатсың. Бұдан да Құда қаласа ауқымды дүниелер істей бер. Міне осындай нәрседен әрқайсымыз осындай әр жерде өз еңбегімізді тыңғылықты істеп, бір Абай атамыз айтқандай, бір кірпіш болып қалана берсек, үлкен ғимарат тұрмай ма? Сондықтан істерің оңға бассын. Құрметті көрермендер, осы бауырым мені шақырып, осылай
мені бір аға тұтып, бір айтары бар ғой деп шақырғанына сенім артып бар. Рахмет. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Аспанымыз ашық болсын. Біздің еліміздің болашағы жарқын болсын. Әмин. Тәуелсіздігіміз баянды болсын ағайын. Ендеше бүгінгі қазақ әлемі сыр сұхбат алаңының кезекті кейіпкері Жұмағали аға Махановпен болған сұхбат бүгінмен тәмамдаймыз. Тәуелсіздігіміз баянды болсын. Сіздердің іргелеріңіз кеңейіп, ырыстарыңыз молай берсін. Жылан жылы, құтты жыл болсын. Аумин.